Чу, чу. Әй, дұрыста біздеңдер. Ол тайынша қалтарыста қалып қоймасын. Ата, Есперген, мына жақта, таптық. Ой, бәрекелді. Айбар батыр, бәрекелді. Ау, Қасеке, бұл төлді. Мен саған бере алмайым. Осында тұрыңдар. Чу, чу. Ал мен болса, өрмекшіні көргенде қорықпаймын. Сол да жетістік болып па? Менің баққан қойым тез семіреді. Қара мынаған. Мен бір отырсам, 3 табақ ет жей аламын. Мүмкін сосын сондай қомағай шығарсың. Ал мен өте шапшаңмын. Мен тіпті бір жолы қатты секірем деп басында айға соғып алған. Жігіттер деймін. Сендер ауылдарыңды таптыңдар ма? Жоқ әрине, әйтпесе айдалада тұрамыз ба? Айтпақшы, мен далада жалғыз қалудан қорықпаймын. О, не деген батылдық, а? Түсінсем бұйырмасын, не үшін санасып тұрсыңдар? Бұл кім батыл деген ойын? Кім батыл екенін білу үшін. Батылдықты сөзбен емес, іспен дәлелдеу керек сияқты. Айбар батыр, мүмкін сен айтарсың. Асан батыл ма, әлде мен бе? Жігіттер, сендер екеуің де батылсыңдар. Не? Рас айтам, екеуің де. Неге күліп жатырсыңдар? Сенен кім батыл деп сұрап тұрған біз ақмақ. Бойы бір қарыс, қылышы қысқа, нағыз батыл сен шығар. Айбар батыр, мен сен сияқты болғым керек. Жоқ, мен Айбар батыр боламын. Жоқ, мен. Ей бала, біз ше? Сендер кімсіңдер? Біз Айдахарды жеңген. Алтын айдарлы батыр Айбарды ғана білеміз. Ондай күшті Айдахар емес еді негізі. Күнделікті жұмыс қой. Қой, мен ауылыма қайтайын. Ей бала, үстің лас болады. Әне, шаң болдың ғой. Бұл сондай ұрым, Айбар батыр. Елге сыйлы батыл азамат келсе, оның орнына аунау керек. Ол не үшін? Отырған адамның қасиеттерін қондыру үшін, сол адамға тартсын дегенді білдіреді. Болды, енді мен де Айдахарды жеңген Айбардай боламын. Мен де Айдарлы батыр боламын. Сонда сен барлық айтып жүрген Айбарсың ғой. Иә, солай. Айбар батыр, сен бізді кешір. Біз ойын баласы ғой. Батырлардың барлығын біле бермейміз. Сенің отырған орныңа аунасам, шынымен сен сияқты болам ба? Менің ойымша бұл ырым кішкене балаларға арналған сияқты.
Рас. Айбар батыр, бізге ренжіме. Айдаһарды шынымен жеңдің ба? Я, бірақ жанымда алтын сауытты батыр бар еді. Кәдімгі алтын сауытты батыр ма? Я. Иә, сол көзді тайыншаны қолымен сап еткізіп, іліп әкеттім. Иә, дәл солай болды. Алана қасқыр мұрнымен жерге шаншылды. Бірақ осы екі батыр болмағанда, қасқыр мені жеп қояр еді. Кәдімгі шытырман шайқас болыпты ғой. Ата, Иә, батыр. орныңнан тұршы. Неге? Қазақта бір ырым бар. Баланы сыйлы, батыл адамның отырған жеріне аунатсаң, ол да сондай батыл болады, сыйлы болады деседі. Ау, мынау жиен бұл ырымды қайдан біледі? Жарайды, тұрайын. Ал ендеше.